бір сұрақ, қателесу жақсы ба жаман ба? Бірақ рет қателесу жақсы. Қателесу керемет нәрсе, себебі біз тек қателікпен ғана үйренеміз. Ешқандай успех дейді орысша, ешқандай жетістіктен ешкім үйренбейді. Қателік жақсы, бірақ единственное бұл қателік қатты зиян қателік болмау керек. Сондықтан жиі қателесу деген жақсы. А біз жиі қателеспегеннен кейін білетін нәрсеміз аз да біздіңше. Например, біз креатив жібереміз, креатив. 8 креатив жіберсе, оны үшеу атады. Біз ол, который білеміз бар, целая команда бар. Бізге больно ж. Сондықтан да сен неғұрлым көп қателік, майда қателік жасаған сайын, соғұрлым көп нәрсе білесің сен. Менің сіз вебинарларымды көрсеңіздер, мен қанша қателік жасадым, бір вебинар, екі вебинар, үш вебинар. Қазір мен вебинар жасап істей аламын. А бірақ менде көп қателік болғанда, түсінесіз ба? Әйелдер бір қателеседі, вебинар атпай қалады, болды. Давление болып жатып қалады. То есть қателік бірақ үйретеді, түсінесіз ба? Қателесу жақсы. Сондықтан қателесуден қорықпау керек.